Сәлем, мен бүгін сіздерге өз оқиғамды айтып бергім келіп тұр. Мен кішкентайымнан керемет өмір сүрдім десем де болады. Себебі менің ата-анам бай адамдар. Мен сыйлық алу үшін жаңа жылды немесе туған күнімді күтпейтінмін. Себебі ата-анам маған сол сәтте-ақ керекті заттарымды алып бере алатын. Мен арнайы мектепте оқыдым, бірақ та мен сабақ қарағанды ұнатпайтынмын. Ата-анам маған көмектесу үшін мен сабағымды қарайтын адамдарды жалдайтын. Бірақ та мен солардың арқасында бес алып жүретінмін. Ата-анам сол кезде жұмысынан айырылды. Жағдай нашарлай бастады. Біз коттеджімізді сатуымызға тура келді. Біз коттеджімізді сатып, арнайы қарапайым үйге көшіп келдік. Жағдайымыз жақсы болмады. Ата-анам келе салысымен өздеріне жұмыс іздей бастады. Ал мен болсам, үй шаруасымен айналысуыма тура келді. Бірақ менің қолымнан ештеңе де келмейтін, себебі мен бұрын үй шаруасымен айналыспаған едім. Мен біраз уақыттан соң аудандық орта мектепке ауысуыма тура келді. Маған мүлде ұнамады, олардың тамақтары дәмсіз болатын, ал мұғалімдер болса маған айғайлай беретін. Мен ылғи да нашар баға алатынмын. Маған ата-анам сол үшін қатты ұрсатын, мүлде қолдау көрсетпейтін, көмектеспейтін. Бірақ қазір бәрі өзгерді десем де болады. Себебі әкемнің жұмысы жоғарылады. Мен қатты қуаныштымын. Мен қазір өміріме ризамын. Достар, егер де сіздерге ең бастысы байлық сияқты көрінсе, сіздер қателесесіздер. Ең бастысы байлық емес, ең бастысы еңбек. Соны ұғыныздар.